Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Тараз қаласы номер 34-ші орта мектептің математика пәні мұғалімі Жақсылықова Ұлдана Серікқызы. Бүгін біз 6-шы сыныптың математика пәнінен статистикалық деректер және олардың сипаттамалары, арифметикалық орта, мода, медиана, құлаш деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Біздің сабағымыздың мақсаттары бірнеше сандардың арифметикалық ортасы, санды деректердің құлашы, медианасы, модасының анықтамаларын білу, статистикалық санды сипаттамаларды есептеу болып табылады. Алдымен біз статистика қандай ғылым екенмен танысып алайық. Статистика бұл сандар мен деректерді жинап, оларды талдап, қорытынды жасайтын ғылым. Қарапайым тілмен айтсақ, статистика бізге ақпаратты түсінуге көмектесетін сандар. Мысалы, мектепте 6-шы сыныпта қанша оқушы бар екенін есептесек, бұл статистика. Егер біз олардың сүйікті пәндерін санап, қай пән көбірек ұнайтынын анықтасақ, бұл да статистика. Енді статистика бізге не үшін керек? Біріншіден, адамдар мен оқиғалар туралы ақпарат жинауға, екіншіден, түрлі нәрселерді салыстыруға, үшіншіден, болашақты болжауға керек екен. Енді статистикалық сипаттамалармен танысатын болсақ, олар бізде арифметикалық орта, мода, медиана, өзгеру құлашы болып табылады. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ. Арифметикалық орта дегеніміз не? Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп, сол сандардың қосындысының мәнін қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады. Мысалы, арифметикалық ортасын тап дейді. Бізде берілген сандар қатары мынандай. Есептеу жүргізетін болсақ, алдымен сандардың қосындысын табамыз. Ал бізде қосылғыштар саны 10-ға тең. Енді сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлетін болсақ, бізде 4,5 шығады екен. Енді мода дегеніміз не? Берілген сан қатарында ең көп қайталанатын сан немесе шаманы мода деп атайды. Мысалға, бізге мынандай қатар берілсін. Бұл қатарда ең жиі кездесетін сан бізде 5-ге тең екен. Яғни бұл қатардың модасы 5-ге тең. Қайсы бір жағдайларда берілген шаманың модасы болмауы да мүмкін, немесе бірден артық болуы мүмкін. Мысалға, 3, 11, 19, 100 деген қатарда мода жоқ. Ал келесі қатарда бізде модамыз 22-ге және 30-ға тең. Өйткені бізде 22 мен 30 ең жиі кездесетін сандар болып табылады. Келесі бізде сандар қатары өсу немесе кему ретімен орналасқан жағдайда және сандар қатары тақ болғанда сандар қатарының ортасында орналасқан сан бізде медиана деп аталады. Сандар қатарының медианасын табу үшін сандарды өсу немесе кему ретімен орналастыру керек. Сандар қатарының саны тақ болса, онда медиана ортаңғы санға тең болады. Сандар қатарының саны жұп болса, онда медиана ортасында орналасқан екі санның арифметикалық ортасына тең болады екен. Мысалға, мәнерлеп сырғанаушылар жарысында сырғанаушылар жұбына сырғанаудың мәнері үшін 5 әділ қазылар мүшелері төменде көрсетілгендей ұпайлар қойған екен. Яғни сандар қатарының медианасын анықтаңдар дейді. Берілген сандарды алдымен біз өсу ретімен орналастырып аламыз. Яғни кішісінен бастап үлкеніне дейін 5,5-тен бастап 7,8-ге дейін. Бұл қатардағы сандар саны 5-ге тең, яғни тақ. Олай болса, ортасында тұрған сан бізде 7,2-ге тең екен. Сәйкесінше сандар қатарының медианасы бізде 7,2-ге тең болады екен. Енді келесі бізде өзгеру құлашы. Өзгеру құлашы бұл берілген сандар қатарындағы ең үлкен және ең кіші мәндердің айырмасы болып табылады. Мысалы, берілген сандар бізде 8, 5, 12, 3, 10. Бұл сандар қатарындағы ең үлкен сан бізде 12-ге тең екен, ал ең кіші сан бізде 3-ге тең екен. Олардың айырмасы бізде 9-ға тең. Яғни бұл сандар қатарында өзгеру құлашы
9-ға тең екен. Енді тақырыпты қаншалықты түсінгендеріңізді анықтау үшін сіздерге тапсырма. Ең бірінші тапсырма бізде: Аян бір апта бойы күн сайын кітап оқыды. Ол әр күнде оқыған беттер санын төмендегідей жазып алды. Аянның бір күнде орта есеппен қанша бет оқығанын анықтаңыз. Бұл тапсырманы орындау үшін біз арифметикалық ортаны қолданамыз. Сіздерге уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызбен тексерсеңіздер болады. Аян бір апта бойы оқыған беттер саны төмендегідей көрсетілген. Барлық беттер оқыған беттер санын қосамыз. Яғни бізде барлығы 130 шығады екен. Ал енді күндер саны бізде 7-ге тең. Арифметикалық ортаны табу үшін 130-ды біз 7-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 18/100-ден 57 шығады екен. Яғни бірінші тапсырманың жауабы бізде 18/100-ден 57-ге тең екен. Енді тапсырманы дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Келесі екінші тапсырма бізде мынандай. Мектеп асханасында күн сайын сатылған самсалардың саны жазылып отырды. Олар бізде 25, 30, 28, 30, 35, 30, 40 екен. Алдымен сіздерге моданы табу керек, екінші медиананы табу керек, үшінші өзгеру құлашын есептеу қажет. Сіздерге уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызбен сәйкестендірсеңіздер болады. Жауабы бізде модамыз бізде 30-ға тең екен. Енді екінші медианамыз бізде 30-ға тең екен. Үшінші ең үлкен сан бізде 40-қа, ал ең кіші сан 25-ке тең болғандықтан өзгеру құлашы 15-ке тең екен. Енді дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар, келесі тапсырма бізде Үшінші тапсырма бізде бекіту тапсырмасы тест түрінде. Яғни бірінші мода дегеніміз не? Екінші берілген сандардың медианасын табыңыз. Үшінші берілген сандардың модасын табыңыз. Келесі өзгеру құлашын табу керек. Бесінші арифметикалық орта қалай есептелінеді. Сұрақтарға жауап беріп, дәптерлеріңізге жазсаңыздар болады. Уақыт кетті. Уақыт аяқталды. Енді тексеріс жүргізсек болады. Жауабы бізде астында көрсетілген. Өздеріңізді тексеріп, бағалау жүргізсеңіздер болады. Енді кері байланыс бізде ойды жалғастыр әдісі арқылы. Бүгінгі сабақта сіздерге не қызық болды, нені түсіндіңіздер, не қиын болды, және келесі сабақта нені білгілеріңіз келеді, соны жазып, менімен кері байланыс жасасаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.